Bizde осылай 3 ыстық дәмді лепешка шығады. Қытырлап тұр. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз лепешка пісіруді үйренетін боламыз. Үй жағдайындағы өте дәмді, өте оңай шығатын рецептпен бөлісетін боламын. Біз 250 грамм ыстық суға 350 граммдық салқын суды құйдым. Оған біраз қасық тұз салдым. Енді менде мынандай дайын дрожь. Бұдан бір шайный ложка салатын боламын. Сіздер сухой дрожь да жарай береді. Бір шайный ложка. Енді соны араластырып аламын. Енді бұған біз ұнымызды салып, қолға жабыспайтын қылып, илейміз, ашытамыз. Қолға жабыспайтын қылып, мынаны ашытатын боламыз. Міне менде осындай болып бастады. Кішкене қаттылау қыламыз. Қатты жұмсақ болмау керек. Міне менде осындай қамыр болып шықты. Енді біз оны жылы суға қолымызды батырып, үстін сулап шығамыз. Сулап шығатын боламыз. Арасында қатты-қаттылар болмау керек. Міне мен барлық жағын аударып, сумен сулап шықтым. Қаттылары қалмау керек. Су тигізіп шықтым. Енді бетін жауып, көтерілгенше күтеміз. Бетін жауып қоямыз. Осылай бетін жауып. Мен наным осылай ашыды. Енді осыны бір қайтарып, қайта жауып қоямын. Наным ашыды. Енді осылай бір қайтарып қойдым. Қайта бетін жауып қоямын. Біз 5-10 минуттан кейін пісіреміз. Енді нанымызды пісіреміз. Оған осындай 2 табақ қажет болады. Біреуіне нан саламыз, біреуін төңкереміз. Астын қосып қойдым. Бір шайный ложка тұзға кішкене су қойып, қазір себелейміз табаға. Осылай табаға себелейміз. Нанымызды осылай бөліп аламыз кішкене. Сөйтіп саламыз. Кішкенесін бөліп алып салдым да. Сөйтіп қолмен жабыстырып жайып шықтым. Соны табаға жабысып тұру керек. Арасын басып қоямыз. Қазір шеті қызғаннан кейін ана табаға аударатын боламыз. Қызып бастады. Астын өшіріп. Екі-үш табамыздың асты жанып тұр. Соған аударып. Қарап тұрамыз. Қазір піскеннен кейін алатын көрсетемін. Міне біздің нанымыз
Осылай болып піскен нанымыз. Енді осыны табадан алатын боламыз. Пышақтың көмегімен табаны бір қолмен ұстап. Осылай. Осылай алынады. Нанымыз осылай болып шықты. Пісті. Демі бұл. Бізде екінші нан.